елді шулатқан олжас абай күшік күйеу болмаңдар деп тағы бір сұхбат берді. Актер Бақыт Тұшабаев қазір қоғамда қызу талқыланып жатқан Бадыханның экс-күйеуі актер Дархан Мұсаев туралы пікір білдірді. Мен Дарханды сонау студент кезден білем. Ол менен бір жыл кейін марқұм Болат Атабаевтың курсына түсті. Бер башым ғой, жатақханада тұрдық. Дархан адал дос, ақ көңіл азамат, өте талантты жігіт. Театрға беретін әлі толық бере алмай жүр. Бірақ асабалық өнері де мықты. Студент кезінде-ақ табыскер болатын. Ең бастысы көше төбелесінде досын тастап кетпейтін жігіттің төресі еді дейді актер. Дархан мен Дариға Бадыханның қарым-қатынасында тоқтала отырып, актер былай деді. Дарханның Нұрсейтке берген сұхбаты тек бір отбасының емес, бүкіл қоғамның айнасы. Ақтап жатқандар мен даттап жатқандар екіге бөлінді. Мен Дариғаны да білем, талантты қыз. Махаббаттар студент кезден басталған. Бақыт Тұшабаев Дарханның сұхбатқа баруына да түсіністікпен қарайды. Ол сұхбатқа шығуға іштегі запыран төгу үшін барды. Әркімнің өз шындығы бар. Ол да өз шындық жолындағы құрбан болды. Мүмкін сол сұхбат болмағанда өз-өзіне қол жұмсар ма еді, кім білсін. Екеуі 16 жыл бірге өмір сүріпті. Балалары болмаса да отбасын сақтап қалу үшін қандай сабыр керек десеңізші. Қазір 5 жыл бала көтермесе келінді кінәлап шығарып салады. Ал Дархан 16 жыл бойы Дариғаны кінәламай қорғап өтті. Бұл еркектің нағыз сабыры мен адалдығы деп сұхбатын аяқтады.